Ассалаумағалейкум, қымбат көрермен, эфирде ислам тағылымы бағдарламасы. Қымбат көрермен, ислам тағылым бағдарламасы әрқашанда дәл осы ислами тақырыптарды шариғат тұрғысынан түсіндіруге, бағыт-бағдар беруге әрқашан тырысамыз. Бүгінгі тақырыпты біз әскерге бару міндетті ме, жалпы отан алдындағы борышты өтеу ислам тұрғысынан қалай түсіндіріледі? Біз осы тақырыпта Берік Салауатұлымен бірге сұхбат жүргіземіз. Қалыңыз қалай? Амансыздар ма? Жақсы, шүкір. Жалпы бүгінгі тақырыпты отан алдындағы борышын өтеу міндетті ме, әскерге бару міндетті ме деп алып отырмыз. Осы тұрғыда ислами шариғат тұрғысынан қалай түсіндіріледі? Ондай бір талаптары бар ма? Сіздің сұрағыңыз өте орынды және қазіргі таңда маңызды болып тұрған өте бір күрделі әрі сондай тақырыптардың бірі ғой. Жалпы біздің ислам дінінде Алла Тағала Құран-ы Кәрімде өздерінің дұшпандарына жалпы қарсы күш әзірлеңдер дейді. Яғни күш әзірлеңдер дейді. Белгілі болғандай, бұл енді дұшпан дегенде ішкі жау болады, сыртқы жау болады. Әлбетте бұл нәрсеге біз әрдайым дайын болуымыз керек. Яғни мемлекеттік деңгейде былайша айтқан кезде әскерге бару, әскер борышын өтеу бұл осы елдің азаматтарына міндет болып табылады. Және де бұның шариғи тұрғысынан қарайтын болсақ та сауабы өте бір зор да. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің хадисінде былай дейді: бір күн отанды қорғау ол бұл осы дүниедегі барлық нәрседен хайырлы дейді. Яғни айтқымыз келгені бұның сауабы ерекше. Және де имам Тирмизи жеткен хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде екі көз тозақта жанбайды дейді. Біріншісі, ешкім жоқ жерде күнәсін еске алып тәубе еткен, жылаған көз. Екіншісі, осы шекара қызмет ететін, жалпы түнді, күндізді елдің қауіпсіздігін қызмет қылатын, былайша айтқан кезде ұйқысыз өткізетін көз дейді. Әлбетте бұған енді ішкі бағанағындай әскер, сырттағы біздің қазіргі таңда қорғап жатқан әскерлеріміздің барлығы, шекара қызметкерлер дейді ғой, оның барлығы кіреді. Туған жер әр адамның жүрегінде орын алған қасиетті ұғым. Бұл жер ата-бабамыздың қаны мен тері сіңген, ұрпаққа аманат етілген мекен. Өзің өмір сүріп жатқан өлке, еңбек еткен ел, бәрі де отан ұғымының бөлігі. Ал осы отанды қорғау жай ғана заңдық емес, рухани әрі имани маңызы бар іс. Мұсылман адам үшін бұл иманмен тығыз байланысқан жауапкершілік. Сондықтан әскерге бару міндетті ме деген сұраққа жауапты іздегенде тек заң емес, діни және адамгершілік тұрғыдан да қарау қажет. Камераның алдында емін-еркін сөйлеп тұруымыз, ұйқымыздың тыныш болуы, және де бала шағамызбенен балабақшаға былайша айтқан кезде емінін әкеліп апарамыз, мектепке тасимыз. Былайша айтқан кезде біз еш нәрсемен алаңдамаймыз. Неге? Себебі біздің шекарамызды қорғап жатқан белгілі бір адамдарға тапсырып қойғанымызда. Енді бұл әскерге бару, әскери міндет, әскери қызметтің болуы да бұл фарыз, кифая десек те болады. Яғни отанды қорғау, жерді қорғау бұл да үлкен бір міндеттердің бірі есептеледі. Ислам діні қоғам мен жеке адамның бір-біріне жауапкершілігін айқын белгілейді. Әрбір мұсылман тек өз өміріне ғана емес, елдің тыныштығына, қауымының қауіпсіздігіне де жауапты. Шариғат бойынша, егер елге немесе мұсылман қауымына қауіп төнсе, оны қорғау парыз. Мұндай жағдайда елін қорғау әрбір қабілетті азаматтың міндеті. Бұл міндет тек соғысқа шығу емес, елдің тыныштығын, діннің, ар-намыстың, жердің тұтастығын сақтау. Асыл дінімізде жерді, елді, дінді қорғау ең абзал амалдардың бірі. Ел алдындағы адал қызмет, қоғам тыныштығына үлес қосу иманның бір көрінісі. Пайғамбарымыз Мұхаммед кім өз отбасын, дінін немесе отанын қорғап жүріп қаза тапса, шейіт болады деген. Бұл хадис ел мен дінді қорғау жолындағы жанқиярлықтың ең биік дәрежесін көрсетеді. Бір хадис еске түсіп отырды. Осы енді Алла Тағала баршамызды соғыстан, былайша айтқан кезде берекесіз неден аулақ қылсын. Әлбетте күніміз тыныш болсын, еліміз тыныш болсын. Біз әрдайым дұғада, тілекте боламыз және әрекетте боламыз.
кім әскерден жалпы былайша кезде соғыстан қашатын болса, яғни Құдай сақтасын, онда ол жәннаттың иісі оған не дейді, харам етілді дейді. Яғни соғысқа былайша кезде қашудың өзі үлкен күнә да, үлкен күнә болып есептеледі дінімізде. Сондықтан бұл жерде енді тарихқа сүйенетін болсақ, және одан кейінгі осы біздің қазақтың несіне де сүйене келетін болсақ, тарихқа. Әлбетте, мысалы үшін Бауыржан Момышұлы да қандамай гвардияны басқарып, әскердің бір бөлімдерін басқарып, қандамай ерлікпенен бұл кісілердің аты былайша айтқан кезде алтын әріппен жазылып кеткен ғой тарихта. Алтын әріппен не үшін? Әлия мысалы үшін Мәншүкіміз бар, Әлия Молдағұлбамыз бар, барлығы былайша айтқан кезде елін қорғау үшін, жерін қорғау үшін барын салып, былайша айтқан кезде намысты жібермеді сол уақытта да. Не үшін? Өзін елін қорғау үшін, өзін ата-анасын қорғау үшін, өзінің өсіп келе жатқан сіңірлерін қорғау үшін, қарындастарын қорғау үшін сол кездегі жап-жас болса да, олардың жүректеріне былайша айтқан кезде арыстандай жүректер болды да. Сондықтан бұл отанды қорғау, әскерге бару бұл міндет болып есептеледі. Әлбетте, бұл жерде астын сызып айтуға болады. Қазіргі таңда мысалы көп ата-аналар қорқады ғой. Бірақ дегенмен біз өзіміздің әскерімізді күшейту үшін мықты ұрпақ, мықты тәрбиелеуіміз керек. Әлбетте, кейбір уақыттарда бір оқыс оқиғалар болып жатады. Әлбетте, ол сол мекеменің басшылары немесе адам әртүрлі жағдайда болады, ондай кезде сол кісілер ғана жауапты болып есептеледі. Ал жалпылама былайша айтқан кезде біз қазақ даласына, қазақ жеріне мықты әскери күш керек, және де қазіргі біз жастарға да айтамыз, әскерден қашып, жалтартып, өтірік бағанағындай бір анықтамаларды, справкаларды алып алып қашып жүреді ғой, ол дұрыс емес. Әскери тәрбие бұл адамға не береді? Біріншіден, адам өзінің үйінде отқан кезде ата-анасын қадырын білмейді, бауырларын қадырын білмейді. Ал бір жыл әскерге барып келсе, ол өзінің ата-анасының, елінің, жерінің қадырын біледі, және де достарының қадырын біле бастайды. Одан кейін барып, әрбір ненің де қадырын біледі, нығметтің қадырын біле бастайды. Сондықтан жастар әскерге барынша баруға әрекет жасау керек, бару керек. Егер денсаулығы келіп тұрса, бағанағыдай мемлекет қойып берген шарттарға тура келіп тұрса, бару керек әлбетте. Себебі біз алда не күтіп тұрған бір Құдайдан басқа ешкім білмейді ғой. Бірақ дегенмен біз әрдайым дайын болуымыз керек кез келген жағдайға. Алла сағала басқа бір фитнадан, хаустан, неден сақтасын. Бірақ деген айтқым келгені, Құранда Алла Тағала айтқандай, сендер өздерінің дұшпандарына қарсы күштеріңді әзірленді. Енді дұшпан деген нәрсе барымен баяндағанда іштен болуы мүмкін, сырттан болуы мүмкін. Біз қай уақытта не алатынымызды білмейміз ғой. Бірақ дегенмен бұл тыныштық және де тыныштыққа әрекет қылу бұл міндет болып есептеледі әрбір азаматқа. Әрбір ата-ана үшін баласының әскерге барып, аман-есен оралуы ең үлкен тілек, ең асыл арман. Өйткені әскер ер азаматтың өміріндегі жауапты әрі сынаққа толы кезең. Сол себепті ата-аналар ұлдарының саулығын, қауіпсіздігін, елге, отбасына аман оралуын жүрек жарды тілектермен тілейді. Жалпы әскерге бару бұл жауапкершіліктің өтеудің, яғни бір түрі десек те болады. Сол үшін әскерге барған жас сарбаздарға өте оның әдептілігіне мән беру керек, және жауапкершілігіне қатты мән беру керек. Ең басты нәрсе, кез келген ата-ана бұл өзінің баласын аман-есе қайтса екен деген әрбір ата-анада не бар? Арман болады. Сол үшін осы әскерде қызмет етіп жатқан кезде командир жатады, әрбір бөлімнің, ротаның басшылары барлығы өз бағанағындай, өз ұлындай қарау керекті. Адам мысалы үшін өзінің ұлын қалай қарайды? Кішкентай болса қолына алып жүреді, үлкен болса әтері дұғада болады, тілекте болады, барынша әкелік махаббатын сыйлайды. Сол секілді жас сарбаздар балған кезде де оларға да
әлбетте енді ол жерде тиісті бір деңгейде тәртіптер болады ғой өзіне да. Бірақ кейбір уақытта шамадан тыс былайша айтқан кезде эмоцияға қатты беріліп, әкесінен, шешесінен боқтап, қатты бір не дейді, наказание деп айтады ғой, не деп айтады басқа наказание? Жаза. Иә, жазаларды беріп, одан да бетер баланы психологически де, моральдық тұрғыдан да сындырып тастайтын кейбір әрекеттерді біз интернет желісінен көреміз ғой. Бірақ сондықтан да бұл басшы деген нәрсе кез келген нәрседен сұралады. Осы дүниеде де сұралады, және де ақыретте де сұралады. Әрбір барған сарбаздарға үйіне аман-есен қайтып келе алатындай бір жағдай жасауымыз керек. Әрбір үйіне қайтып келе алатындай ата-анасы менен 12 мүшесі сау болған халде толықтай сенім білдіре алатындай деңгейде болу керек те. Себебі ол жерде үлкен өңшең еркектер болғандықтан кейін әлсіз болады, оның үстінде мықтылар болады. Мықтылар әлсіздерге қарай күш көрсетіп жатқан кейбір фактілер де тіркеліп жатыр да. Сол үшін біз бұл жерде ең басты нәрсе жауапкершілікті қолға алдық па, яғни басшы ретінде жауапкершілікті қолға алғаннан кейін барып, сол нәрсені тиісті деңгейде атқару керек. Отан алдындағы борыш әр адамның ар намысы. Бірі әскерде қызмет етеді, бірі қоғамдық тәртіпті сақтайды, бірі біліммен, еңбегімен үлес қосады. Бәрі де отан қорғаудың бір бөлігі. Мұсылман үшін ең бастысы елге бейбіт өмір сыйлауға ниеттену, өз мүмкіндігіне қарай қызмет ету. Жалғыз адамның күші шектеулі, ал қоғам болып бірігіп, елдің тұтастығын қорғау тұрақтылықтың кепілі. Бірлік бар жерде тірлік бар деген дана сөздің мәні осында. Ел қорғалмаса бейбіт өмір болмайды. Сол үшін әр азамат өз орнында адал еңбек етуге тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір несі бар да, хадисі бар да, екі кісінің дұғасы кері қайтарылмайды дейді. Кері қайтарылмайды дейді. Оның біріншісіне зұлымдық көрген адамның, мазлумның дұғасы деп келеді ғой. Мазлум деген не? Зұлымдық көрген адам дұғасы кері қайтарылмайды. Мысалы үшін бір адам бір кісіден таяқ жеп атып, оған керісінше қарғыс айтып жіберсе, немесе теріс дұға берсе, ол міндетті түрде не алады? Қабыл болады. Сондықтан пайғамбарымыз өзі хадис айтады, сен зұлымдық көрген адамның дұғасынан сақтан дейді да. Сондықтан ол жерде қызметке барған адамдар таяқ жеп атып, немесе басқа да бір қоқаңғылықтың арасында қалып кетіп дұға қылып жүретін болса, ол қабыл болатын болса, ертең бұл кісі өмір бақи былайша айтқан кезде өкінішпен бармаған істен өтуі мүмкін ғой. Сондықтан әрбір нәрсеге жауапкершілікпен қарауымыз керек. Әскерге бару ер азаматтың ел алдындағы анты мен борышы. Ол тәртіпке, сабырлылыққа, жауапкершілікке, ел мен жердің қадірін сезінуге үйретеді. Мұсылман үшін ел тыныштығына үлес қосу имандылықтың белгісі. Ел мен жерді қорғау Алла разы болар үлкен сауапты амал. Пайғамбарымыздың бір хадисінде бір күн бір түн шекараны күзеткен адамның бұл амалы бір ай бойы ораза ұстап түнгі намаз оқығаннан да артық делінеді. Бұл сөз ел тыныштығын күзетіп жүрген сарбаздың мәртебесін айқындайды. Егер ел аман, бейбіт өмір орнаған болса, әскерге бару азаматтық борыш деңгейінде қалады. Ал елге қауіп төнген жағдайда оны қорғау әрбір дені сау, қабілетті азаматтың парызына айналады. Бұл Алла алдындағы, халық алдындағы жауапкершілік. Бұл әскери қызмет деген үлкен сауапты және де маңызды үлкен қызметтердің бірі ғой. Дінімізге келетін болса, мысалы үшін мен жоғарыда хадисте айттым ғой. Бір күн башылтқан кезде әскерге барып, бір күн елді қорғаудың өзі бұл дүниедегі бүкіл жақсылықтан хайырлы. Бұл жерде айтқысы келген нәрсе, сіз дүниеде қандай жақсы амалдарды істеп сауап жинайсыз, сол сауаптан да былайша айтқан кезде жоғары тұратын дүние бұл әлбетте әскери қызметті. Екінің бірі мысалы үшін қызметке бола бермейді ғой. Әскери қызмет бұл фарз кифая, яғни белгілі бір сол салада қызмет етіп жатқан адамдардың мойнындағы жүктелген үлкен бір аманаты ел тапсырылып отыр. Елбасы оған үміт артылып отыр ғой. Сондықтан да бұл үлкен бір сауапты іс. Қазақ халқының тарихы елін қорғаған ерлердің ерлігімен жазылған. Ел үшін туған ер ұғымы имандылықтың, батырлықтың және жауапкершіліктің символы. Ер азаматтың ең үлкен абыройы туған жерінің тыныштығын қорғау. Жалпы ер азамат деген
бұл мықтылықтың, жалпы ер жүректің сондай бір символы ретінде қарастырылған. Мысалы, ер азамат деген кезде біз нені ойға келеміз? Яғни мықты, өзінің қарындасын, өзінің отбасын, өзінің былайша айтқан кезде әпкесін қорғай алатындай деңгейде болу керек те. Сондықтан біз әлжуаз болмауымыз керек, яғни әлсіз болмауымыз керек те. Керісінше ер азаматтар жан-жақты болу керек, спорттан да хабар болу керек. Себебі ол тек қана біз отанды қорғау бір бөлек нәрсе ғой. Сол отан деген кезде не нәрсе кіреді? Отан бұл былайша айтқан кезде біздің ата-анамыз, отан деген нәрсе біздің қарындасымыз, отан деген нәрсе біздің былайша айтқан кезде әпкеміз, барлық дүние отбасымыздың өзі бір отан болып есептеледі ғой. Сондықтан да сондай нәрселерді де қорғай алатындай, яғни қауқары болу керек те. Мысалы үшін бір көшеде кетіп бара жатқан кезде, ой, мен намазхан едім деп қойып бүйтіп кете берсе, ешкім сен намазхансың кете бер демейді ғой. Әлбетте ол жерде адам егер тиісіп жататын болса, оның несі не алу керек, қорғау керек. Алла тағала елімізді ішкі сыртқы жаулардан сақтасын, ел қорғайтын былайша айтқан кезде елеулі азаматтар көп болсын. Ислам дінінің тағылымы бойынша отанды қорғау иманнан, әскерге бару азаматтық борыш, рухани жауапкершілік әрі сауапты іс. Бұл міндет тек отбасың үшін емес, ұлт пен ұрпақ үшін атқарылатын парыз. Туған жеріңнің, еліңнің тыныштығы үшін қызмет ету Алланың разылығына жеткізер жол. Отанды сүю иманнан, отанды қорғау ердің парызы. Отан үшін қызмет ету өмірдің мәні. Сондықтан әр азамат елінің қауіпсіздігіне бейжай қарамай, өз орнында жауапкершілікпен, адалдықпен қызмет етсін. Бұл ең үлкен сауаптың, ең жоғары имандылықтың көрінісі.